Қайырлы күн, білімді бол дәрігер каналының оқырманы. Сіздермен бүгін лизосома және пероксисома деген екі органила туралы айтамыз. Бұл екі органила негізі қызметтері ұқсас. Екеуінің де құрамында бізде не бар? Ферменттер болады. Енді лизосома деген біз бұл асқорту қапшығы ретінде қарауға болады. Асқорту қапшығы. Яғни цитоплазмада жалпы жасушаның ішінде цитоплазмаға әртүрлі заттар ену мүмкін, немесе ол органилалар өздеріне қалдық заттарды шығаруы мүмкін, немесе органилалар өздерінің өмір сүруін тоқтатуы мүмкін. Сол кезде олар цитоплазманың ішінде қалып кетпес үшін осы лизосомаға жіберіледі, ал лизосоманың ішінде олар ыдырап кетеді. Енді қалай ыдырайды? Лизосома жалпы осындай құрылым болып саналады. Оның ішінде сұйықтық болады. Бұл жалпы лизосоманың ішінде pH ортасы өте төмен, яғни қышқылдық pH өте төмен. 1,5, 1,2 ге тең болуы мүмкін. Енді лизосоманың ішінде pH төмен, соған байланысты ол жақта ферменттер орналасады. Яғни гидролаза ферменттері, оларға, например, липаза жатқызылады. Гидролаза ферменттері, гидратаза, яғни бұл ферменттер, мысалы липаза бұл майды ыдырататын болса, жаңа гидролазалар нуклеин қышқылдарының белоктарды, көмірсуларды ыдырату арқылы бұл өздерінен жаңағы макромолекулаларды, мысалы көмірсу белок деген макромолекулаларды ол микромолекулаларға айналдырып беріп отырады. Енді бұның қызметі тек бұл ғана емес, сонымен қатар біздің жаңағы организмнің ішінде, то есть жасушаның ішіндегі пайда болған мысалы митохондрия, немесе рибосома өзінің қызметін аяқтайтын болса, немесе жасуша ұзақ уақыт өмір сүріп қартайған болса, соның ішіндегі органилалар өздерінің жұмыстарын дұрыс деңгейде жасай алмайтын болса, онда осы лизосома оларды дұрыстайды, яғни оларды дұрыстайды, немесе олардың қызметін жойып, оларды жойып жібереді, жаңа бір органиланың пайда болуына әсер көрсетеді. Енді лизосома жалпы барлық жасушаның ішінде бар. Біз білеміз, біздің ми жасушалары, нейрондар және кардиомиоциттер бұлар көбеймейді. Олар жасуша ішілік регенерация процестеріне жүргізеді. Яғни олардың мысал ретінде нейрондар, олар ешқашан көбеймейді және регенерация болмайды, тек олар жасуша ішілік регенерация жүреді. Бұл дегеніміз, олардың жасушаларының ішіндегі мысал ретінде рибосома өзінің қызметін аяқтайтын кезде лизосомаға келіп ыдырайды, немесе жаңадан ремонттан өтеді, ол ары қарай өзінің қызметін жалғастырып еді. Осы арқылы кардиомиоциттерде, нейроциттерде жоқ болып кетпейді, керісінше ол өзінің қызметін жалғастыра береді. Енді лизосомада дәл сондай органилалар пероксисома цитоплазмада болады. Пероксисома бұл жалпы 50-ге жуық ферменттерден тұрады. Яғни пероксисоманың ішіндегі ферменттер лизосоманың ішіндегі ферменттерге қарағанда әлдеқайда көп. Сонымен қатар пероксисома бұл жаңағыдай пероксидтерді ыдыратушы қызмет атқарады. Яғни организмге пероксид немесе сутек пероксиді дегенде естиміз ғой. Мысал ретінде H2O2 түсетін болса, бұл тотығушы әсер көрсетеді, бұл организмде улауы мүмкін. Осыны ыдыратып тастайтын бұл пероксисома, яғни ол өздерінен пероксидаза деген ферменттері, елу ферменттің бірі осыны ыдырату процесіне қатысады. Енді пероксисома бұдан басқа жаңағы майлар организмге түскен кезде майларды ыдыратып береді. Сонымен қатар жаңа фосфолипидтердің түзілуіне де қатысады. Яғни бұл қызметі оның жаңағы майларды, май қышқылдардың ыдыратуымен байланысты болуы мүмкін.